достар. Бұл паяльник болады. Бұрынғы паяльниктер кезінде насоспен үретедік қой. Бұның автоматически өзінің насосы бар. Қазір бұны дайындап аламыз. Бисмилля деп. Бүгін бас сирақтарды ететін боламыз. Осы мынаған бензин құйып аламыз. Оған толтырып бензин құйып аламыз. Сосын ана от шығып тұратын жерін банағыдай жіңішке сыммен қатайтып аламыз. Мына паяльникке бензинді өте қатты толтырмаймыз. Себебі неге дегенде ода ауа болу керек те. Қоямыз. Осы жақсылап қатты бұрап аламыз да. Сосын кашеттейміз. Бұрын қазіргілер мына насосы өзі автоматически анда жерінде қолында насосы болады. Міне. Осы насоспен кашеттейміз. Бұл жоқ дегенде, шапшан істегенде тоқтамай. Арасына уақыт салмай істегенде 30 рет істесе нормально. Жайлап ашамыз. Нағыз ашылғанда шықпай жатса, мына спичкамызды дайындап қоямыз, ол үшін заранее. Спичкамен мына бензин ату керек қой, бензин атпай жатса, анда жіңішке сымымызды алып сым дайындап қоясыздар. Міне осындай жылқы сияқты жіңішке сым дайындап қоясыздар. Осы сыммен сосын ішін бір тазалап шығамыз. Себебі алдыңғыда бас үйткен болатынбыз. Сол себепті бітіріп қалуы мүмкін де. Осылай бензин атады. Қазір бір жағып жібереміз. Осы жайлап шығады біз. Алып кеттік бас үйтуге.